إننا الأبطال لا نحن الرؤوس إننا للمجد أرخصنا النفوس خالد في البر كان ليث حق في البحار كان حوتا بربروسا. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның шығу тегі және атасы Хазрет Абдул-Мутталиб. Пайғамбарымыз бір хадис шарифте былай дейді: мен Абдулла, Абдул-Мутталиб, Хашим, Абу Манаф, Муғира, Қусай, Қилаб, Мурра, Кааб, Луай, Ғалиб, Фихр, Малик, Надр, Кинана, Хузайма, Мудрика, Ильяс, Мудар, Низар, Маад, Аднан Алла, Мұхаммедпін. Араларында мен болған жамаат қай кезде екіге бөлінсе, Аллаху Тағала мені міндетті түрде олардың ең қайырлысында ұстайтын. Тағы бір хадис шарифте Аллаху Тағала Ибрахим ұлдарынан Исмаилді таңдады. Исмаил ұлдарынан Кинана ұлдарын таңдады. Кинана ұлдарынан Құрайшты таңдады. Құрайштан Хашим ұлдарын таңдады. Хашим ұлдарынан Абдул-Мутталиб ұлдарын таңдады. Абдул-Мутталиб ұлдарынан мені таңдады деген. Атасы Хазрет Абдул-Мутталиб. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Құрайш тайпасының Хашим ұлдарынан шыққан. Әкесі Абдулла, оның әкесі Шайба. Пайғамбарымыздың атасы болған Шайба әкесі қайтыс болған кезде әлі жас бала болатын. Бір күні Мәдинада нағашыларының үйінің алдында достарымен садақ атуды үйреніп жүреді. Оларды қызықтырып тұрған үлкен Шайбаның маңдайында жарқыраған нұрдан оның қадірлі адамның баласы екенін шамалап таңданысады. Садақ ату кезегі Шайбаға келген кезде садағын керіп нысанаға оқ атады. Оқ дәл тиген кезде қуанып, мен Хашимнің баласымын, әрине оғым нысанаға дәл тиеді дейді. Оның бұл сөздерінен меккелік Хашимның баласы екендігі белгілі болады. Ол кезде Хашим қайтыс болып кеткен болатын. Абдуманаф ұлдарының бірі Меккеге қайтқан кезде Хашимның бауыры Мутталибке: Мәдинадағы немере ініңіз Шайба өте ақылды бала. Маңдайында жұртты таң қалдыратын нұры бар. Осындай баланы қасыңызда ұстамауыңыз дұрыс па? дейді. Осыдан кейін Мутталиб дереу Мәдинаға барып, Шайбаны Меккеге алып келеді. Мекке көшелерінде бұл бала кім деген сұрақтарға құлым деп жауап береді. Осыдан кейін Шайбаның аты Мутталибтің құлы деген мағынаны беретін Абдул-Мутталиб болып кетті. Абдул-Мутталиб көкесі Мутталиб қайтыс болғанға дейін оның жанында болды. Абдул-Мутталибтің денесінен хош иіс шығып тұратын. Маңдайында Аллаху Тағаланың сүйікті құлы Мұхаммед алейхиссаламның нұры жарқырап, айналасына жақсылық пен береке тарататын. Қай кезде де Мекке аймағында жаңбыр жаумай жұт болса, меккеліктер Абдул-Мутталибті Сабир тауына шақырып дұға етуін сұрайтын. Ол ешкімнің көңілін қалдырмай Аллаху Тағаладан жаңбыр тілейтін. Хақ Тағала Абдул-Мутталибтің маңдайында жарқыраған пайғамбарымыздың нұрының құрметіне оның тілегін қабыл етіп, мол жауын жіберетін. Осылайша Абдул-Мутталибтің қадірі күннен күнге арта түсті. Меккеліктер оны өздеріне басшы етіп таңдайды. Оған ешкім қарсы келмейтін. Оның қол астына кірген адам рахат пен тыныштық табатын. Сол кездің билеушілері де Абдул-Мутталибтің адамгершілігі мен ұлылығын мойындайтын. Тек Иран патшасы оны көре алмайтын. Ашықта, жасырын түрде де оған дұшпандық жасайтын. Абдул-Мутталиб Ханиф дінін ұстанған салих мұсылман еді. Бұл дін аталары Ибрахим алейхиссаламның діні болатын. Сол себептен ешқашан пұтқа табынған емес, тіпті жанына да жоламаған. Қағбаның маңайында Аллаху Тағалаға дұға етіп, ғибадатын жасайтын. Бір күні түсінде біреу: «Ей Абдул-Мутталиб, тұр, тайбаны қаз», деп көзден ғайып болады. Ертеңіне: «Тұр, Бәррәні қаз», дейді. Үшінші күні сол адам: «Тұр, Маднунаны қаз», деп бұйырады.
түс осылай жалғаса береді. 4-ші күні тағы да сол адам: «Ей Абдул-Мутталиб, тұр, Зәмзәм құдығын қаз» дегенде, Абдул-Мутталиб: «Зәмзәм деген не? Құдық қайда?» деп сұрайды. Зәмзәм деген су, ол еш қашан таусылмайды және түбі жоқ. Дүниенің түкпір-түкпірінен келген қажыларға жетеді. Ол Жәбірейіл алейхиссаламның қанатымен ұрған жерден шыққан су. Аллаху Тағаланың Исмаил алейхиссалам үшін жаратқан суы шөлдегендерді қандырады, аштарды тойдырады, ауруларға шипа болады. Орнын айтайын, елдер құрбан шалған кезде қалдықтарды бір жерге төгеді. Сен сол жерде тұрғанда қызыл тұмсықты қарға келеді. Тұмсығымен жерді шұқиды. Қарға шұқыған жерден бір құмырсқаның илеуін көресің. Міне, сол жер Зәмзәмнің орны, дейді. Абдул-Мутталиб таңертең қасына баласы Харисті ертіп Кабаға барады. Алаңдап күтіп отырады. Бұл кезде қызыл тұмсықты қарға келіп, сол жердегі бір шұңқырға қонып, тұмсығымен жерді шұқи бастайды. Астынан құмырсқаның илеуі шығады. Абдул-Мутталиб пен баласы Харис дереу сол жерді қаза бастайды. Біраз қазғаннан кейін құдықтың аузы көрінеді. Абдул-Мутталиб мұны көріп: «Аллаху акбар, Аллаху акбар» деп тәкбір айта бастайды. Құдықтың қазылуын басынан бастап көріп жүрген құрайыштықтар оған: «Ей Абдул-Мутталиб, бұл бабамыз Исмаилдің құдығы, онда біздің де ақымыз бар. Бізді де бұл іске араластыруың керек» дейді. Абдул-Мутталиб бұған қарсы шығып: «Жоқ, бұл іс тек маған ғана тапсырылған іс» деп жауап береді. Құрайыштықтар: «Сенің бір балаңнан басқа кімің бар? Жалғыз басыңмен біздей ұлдары көп қауымға қарсы тұрам деп ойлайсың ба?» дейді. Сонда ол қатты толқиды. Өйткені оның шынымен жалғыз ұлынан басқа ешкімі жоқтығын. Қолын жайып: «Я Раббым, маған да ұл бере көр. Егер осы тілегімді қабыл етсең, олардың біреуін Қағбада құрбандыққа шалам» деп жалбарынады. Абдул-Мутталиб қазу ісінің рулар арасындағы қақтығыстарға себеп болайын деп тұрғанын көріп, келісімге келеді. Істі бір төрешіге шештірмек болып, төреші іздейді. Қарсыластары Шамда тұратын бір көріпкел бар, соған барайық, іске төрелік етсін дейді. Сөйтіп Құрайыштың алдыңғы қатарлы адамдармен бірге барлығы жолға шығады. Жолда аштық пен шөлді аздап шеккен керуен ары қарай жүре алмайды. Бір тамшы су үшін жан беруге даяр жағдайға жетеді. Алайда қаңыраған шөлдің ортасынан су табу мүмкін емес еді. Бәрінің үміті үзілген. Осы сәтте Абдул-Мутталиб оларға: келіңдер, жиналыңдар, сендерге де малдарыңа да жететін су таптым» деп айқайлайды. Мұхаммед алейхиссаламның қасиетті нұры маңдайында жарқыраған Абдул-Мутталиб су іздеп жүргенде түйесінің аяғы бір тасқа соғылып, тас ұшқан жерден су шыққан екен. Бәрі жүгіріп келіп судан ішіп жан шақырады. Абдул-Мутталибтің осы ұлылығының алдында ұялған құрайыштықтар: «Ей Абдул-Мутталиб, енді біздің саған айтар сөзіміз жоқ. Зәмзәм құдығын қазуға лайықты адам сенсің. Бұл мәселеде енді сенімен тартыспаймыз. Енді төрешіге барудың да қажеті жоқ. Кері қайтайық» деп Меккеге қайтысады. Абдул-Мутталиб маңдайында жарқыраған нұрдың құрметіне Зәмзәм құдығын қазып су шығарады. هي الحق الذي زهق الديان